оянуды мен былай түсінемін да, алдын мысалы басқа адам болдық, әр адамның өзінің миссиясы болады да осы өмірдегі. Осы жерде енді көбінесе реинкарнация ғылымында қосуға болады, яғни адам дүниеден өткеннен кейін рухы басқа адам болып өмірге келіп, қайтадан яғни өзінің осы өмірде жасалмаған миссиясын орындайды деп түсінемін да. Дұрыс айтасың. Енді мына жерде мынандай нәрсе бар да, қайтадан бүкіл адамды мысалы ішінде частичка Бога бар дейді, былайша айтқан кезде Құдайы бар дейді ғой. Енді оны нақты жүрегінде ма или өзінің рухында ма, енді оны былай нақтылап айта алмаймын. Но бірақ мен білетіні бүкіл адамдар бір да бұл жерде. Енді әлем мейірім махаббатпен жаратылды, иә? Сол себептен енді адамдар мысалы бір-бірімен ұрысқан кезде, білмеймін, бір жаға жыртысқан кезде, бір-бірін алдаған кезде, енді как будто енді өзін алдап тұр ғой, былайша айтқан кезде айнаға келіп тұр ғой тоже вселенныйдың. Ояну деген енді тоқ етері адам өзінің, яғни алдын рухы вообще кім, қандай болған, солардың бәрін есіне түсірсе, мен ойлаймын, что адам кішкене уже оянған есебінде болады да. Бұл жерде өте андай бір терең ұғымдар жатыр да, енді шыны керек көбі дұрыс түсіне бермейді бұл нәрсені ше. Ояну, пробуждение дейді ғой, былайша айтқан кезде.